Бұл конференция, онлайн конференция, бұл абайға байланысты. Мен мына жерде тек өзімнің ғана пікірлерімді айтайын. Өйткені әркімнің өзінің абайы бар дейді ғой. Жақсы көретін, іздеп жүретін, жұмыс істейтін тақырыбына байланысты абайды солай қарастырады. Мына қиын заманда біз мына елдерден қалып қоймайтындай өзімізге лайықты бір орын таба алатындай қандай іс-әрекет жасауымыз керек. То есть біз не істеуіміз керек? Бірнеше тілді білуіміз керек пе? Әлде біз компьютерден жақсылап тұрып үйренуіміз керек пе? Әлде тағы сондай бір сұрақтар туындайды. Абайдың бір сөзінде бар, естеріңде ме? Дүниеге келгенде бала өзі екі түрлі болады. Біреуі тек жейм, ішем, ойнаймын деген сол оймен жүреді, ал біреуі ылғи неге, бұл қалай деп ылғи сұрақ қойып жүреді. Енді сол былай қарасаң, қоғамның дамуына, жалпы мемлекеттің дамуына мына екінші тұлға, екінші бала ол пайдалы. Өйткені оның миы постоянно не істеп жүрмін, бұл не үшін керек, бұны қалай істеуім керек, бұның арты неге әкеледі, сондай сұрақтарды қойып отырады. Осы екінші түрлі жан бізге ең пайдалы. Именно екінші түрлі жан ол тұлғаға айналады. Тұлға болып өседі, тұлға болып дамиды. Вот мына абайдың осы бір сөзінің, қара сөзінің осы несін оқығанда осыны айтып отыру керек. Өйткені абай мынау пайдалы, мынау пайдасыз деп айтпайды. Бірақ біз өзіміз соны талқылап, содан шығарып алуымыз керек. Екінші, мына бірінші түрлі жандар мүлдем керек емес пе? Ол да керек. Өйткені ол кәдімгідей рабочая сила. Күнделікті қара жұмыс. Мысалы, мал бағу, бақшада жұмыс істеу, бақта жұмыс істеу, егіндікте жұмыс істеу. Оның ойынша үлкен көп мына сана сезім қажет емес. Бірақ жұмыс істеу білу керек. Ол да керек. Тұлға деген сөз бұл не деген сөз? Бұл мына сана сезімі дамыған, білімі өте жоғары, өзінің ортасымен былай салыстырғанда ол недәуір жоғары болатын. Және тек қана өзінің қарабасының қамын ойламай, мына ортасын, мына халықтың, елін, руын, солардың пайдасын еске алып отырып, соларға байланысты бір жұмыстарды атқарып отыру керек. Мысалы айтайықында әлгі алаштықтарды, олар онша көп емес, сол 280-300-дің арасында ғана. Но бірақ бұлар бәрі оқыған, бәрі жоғары білім алған. Причем жоғары білім алғанда бұлар әлгі жай қарапайым молланың әлгі сабағын білімін алған емес, бұлар шет елде оқып, шет тілдерін білген. Ең кемі мына орыстардан Петербург, Москва, Томск, со жақтарда оқып білім алған адамдар. То есть көзі ашық. Бұл бір. Значит, тұлға болу үшін жоғары білім болу керек. Бұлардың бәрі білімді. Жай білімі жоқ, оқи алмайтын бір адам жоқ бұлардың ортасында.
300 адам. Екіншісі, бұлардың бәрі Абайдан шыққан. Айтайын дегенім, бұл ең қызығы, бұлар ойланып, толғанып, елдің, халықтың жағдайын көріп, соған көңілдері толмай нетіп отырғанда, соларға бірінші ой салып отырған Абай болды. Причем, айтайын дегенім, Абайдың шығармаларын бірінші терең түсініп, осының ішіндегі ойларын кәдімгідей өздерінің санасына тігіп отырған осы алаштықтар болды. Әрбір сөзінің мағынасын, әрбір ойын терең түсініп, және бұл ойды өзіміздің мына елімізге, халқымызға қалай жеткізуіміз керек. Және жеткізгенде тек жалаң сөзбен емес, тек жалған ұрандармен емес, кәдімгідей іс-әрекет жасап, бұны қалай біз жеткізуіміз керек. Бұдан қандай пайдасы бар деп соны нетіп отырған. Сонда ең айтайын деген, бұлардың бірден көңілдері мына қара сөзге. Бұлай қарасаңдар, олардың әлгі мақалаларын, әңгімелерін, алаштықтардың мына қолдауымен Абайдың шығармасы, Абайдың ойлары жан-жаққа мына қазақ даласына тарады. Ешкім оны мені түсінбеді, ешкім менің ойымды әрі қарай жалғастырмады деп сондай бір жалғыздықты көріп, сондай сезіммен кеткен атамыз. Ал енді соны бірден қағып алып, әрі қарай жалғастырып, әрі қарай бұның ойын іс-әрекетпен жалғастырып нетіп отырған мына алаштықтар. Абайдың ең бірінші ойы жай адам емес, тұлғалар дүниеге келу керек. Қазақ халқының пайызының көбі тұлға болу керек. Ол тұлға деген, ол білімді болу керек, ол ақылды болу керек, ол патриот болу керек. Ал енді бұны алаштықтар әрі қарай қалай алып кетіп отыр? Бұлар не ойлап отыр? Бұл білімді болу үшін это система просвещения, система образования, мектеп. Ал естеріңде ме, осы мына 300 адамның бірталайы бұлар өз ара бөліп алды. Осы бізге география керек па? Керек. Бізде қазақ мектебінде ондай жоқ. Бізде психология керек па? Керек. Жоғары мектепте неде ондай жоқ. Бізде математика керек па? Керек. Қалай деуші қазақтар? Жүрегі түпті. То есть бұлар ештемеден қорқпай, ештемеден аянбай. Мысалы, біз қазір сендерге бір тақырыпты берейікші, Вот мен мысалы отырып бір тақырыпты берейін. Докторлық диссертацияға лайық мынадай тақырып. Абаймен алаштықтардың арасындағы үйлесімдік. Преемственность. Қалай мына Абайдан алаштар қалай шықты? Оны қалай жүзеге асырды? Мен осы қазір тақырыпты сендерге беріп отырым. Қандай қызық, мен алайыншы деп отырған адамды көріп отырғам жоқ. Бәрі ойлайды, наверное, қызық шығар, бірақ ауыр, қиын. То есть біз кез келген нәрседен қиынсынамыз. Біз кез келген нәрсені көтере алмайтын шығармыз деп солай неден. Анадар керемет, ештемеден қорықпайды. Хотя психологиямен айналыспасам, ничего, жазамын, оқимын, үйренім, бәрін істеймін деп сондай үлкен бір жауапкершілікпен, үлкен бір жігерлікпен осыны алып, олар көптеген нені, пландарын жүзеге асырды. Причем қалай қызық. Оның ішінде немене? Терминология. Керемет.
Мысалы, психологияның терминологиясы, математиканың терминологиясы, географияның, тарихтың терминологиясы, тілдің терминологиясы, бәрін солар қалыптастырды. Әрі қарай біз соны қолданып алып кетіп отырмыз. Бірақ өкінішке орай айтпаймыз. Мына алаштықтар осы терминологияның дүниеге әкеліп еді. Мынау арасында ғана Ахмет Байтұрсыновтың несін терминдерін қолданғанын айтамыз. Мынау Ахмет Байтұрсыновтан келе жатқан термин деп. Ал қалғандары тіпті орыстар шығып, ой, у казаха вообще психологии нет деп. Сондай бір шыққаны естігенім бар өз көзіммен, өз құлағыммен. Сонда айтайын деген, бұның бәрі сол балалар алаштықтар. Екінші, бұлар сөздіктерді шығарды. Ана неге келетін сөздіктерді шығарды. Бұлар оқулықтарды шығарды. Бұлар сол оқулыққа қатысты пособие, көмекші құралдарды шығарды. Бұл мына халықтың есінде қалған. Бұлардың ойы, бұлардың пікірі, бұлардың өлеңдері. Түсініп отырсыңдар ма? Поэтому өздері кетсе де уақытсыз олардың еңбектері сіңді халыққа. Так, енді мен бұл айтайын дегенім Абай мен алаштықтарды нетейін дегенім. Ендіге менің тағы бір ойым. Меніңше мына Абайдың өлеңдерін айтқан жақсы. Ол жақсы енді. Өлеңдерінің әндерінде бәрі айтқан керемет. Өйткенде онда үлкен бір көркемдік, сұлулық, сондай бір недері бар. Бірақ сонымен қатар міндетті түрде мына қара сөзін мен бірінші қатарға, бірінші кезекке қояр едім. Өйткені айтайын дегенім өлеңдерде былай әлгі түбінде жатқан ойды ол мына қара сөзінде ашық айтады. Бірақ оны ашық айтқанда бұның тағы бір нәрсесі бар. Бұл мына Абайдың қара сөзіндегі тілі өте күрделі, өте ауыр. Өйткені өзі бірнеше тіл білгеннен кейін, өзі ғалым болғаннан кейін, ол кәдімде ғалым болғаннан кейін сол тілмен айтып отыр. Оны қарапайым қазақ оқығаннан кейін оны көп түсіне қоймайды. Сондықтан ғой, мына қара сөзі кезінде, Абайдың өзінің тірі кезінде қара сөзі онша сондай популярный боп, елдің бәрі түсініп оқып жүрген жоқ. Өйткені түсінбейді. Значит, балаларға деп отырғаным, сендер енді студенттермен жұмыс істейсіңдер ғой. Студенттер мен үшін бала. Соның тілінен бастаңдар. Тіліне болғанда әрбір сөзді түсіндіріп, әрбір терминді түсіндіріп, оның әрбір сөйлемді трансформация жасап, перифразы дейміз ғой, то есть мағынасын басқаша бұрып, осыны түсіндіріп отыру. Және екінші, бұның қара сөзінің мағынасын қазіргі замандағы ғылыммен байланыстырып отыруымыз керек. Бұл не деген? Бұл психологиямен байланыстырып отыруымыз керек. Бұл филологиямен, бұл философия, сонымен бәрімен байланыстырып отыруымыз керек. Абайдың бір керемет нәрсесі өзінің мына заманынан жоғары ойы, айтқан ойы жоғары заманынан. Көріп отырсыңдар бір, соның ойын әлгінде ғана біз түсініп отырмыз. Вот это вот личность. Личность дегеніміз немене? Ең қызығы, қазақтың мына тұлға деген сөзі орыстың әлгі личность деген сөзбен сәйкес емес.
өйткені личность, орыстарда личность ол тек қана мына өзінің ортасынан жоғары. Бұларға қарағанда білімі де жоғары, ойы да жоғары, көп нәрсені түсінеді, все, сонымен бітті. Қазақтарда тұлға дегеніміз, ол шынында да білімі көп, ойы терең, бірақ бұнда өзінен артық мына ортасын жақсы көріп, соларға түсіндіру, соларды жетектеп алып кетіп, тіпті кейбірет өзінің қара басының қамын ойламай, өлетін, жоқ болып кететін біліп отырып, сонда да халқым елім деп, елжіреп нетіп жүрген жүрегі бар. Отына біздің алаштықтар дәл сондай. Алаштардың ішіндегі адам ең басты болған. Бұл кім? Әлихан Бөкейхан. Ол тіпті білген, мысалы, осы мынада жазаға бұны неткен, бұл ертең кетеді. Сонда да өзімен бірге түрмеде жатқан, өзімен бірге нетіп отырған адамдардың бәріне кішкене қолдау жасап, ой салып, бұлай еңселерін көтеріп отырған адам. Одан артық еще сыртқа мүмкіндік болғанда әр қарай, мысалы, қалай халықтың арасында қандай үгіт насихат жүргізу керек, қандай жұмыста атқару керек, соны бәрін жазып отырған. Енді былай қарасаң, мен асылып өлетін болсам, мен атылып өлетін болсам, адам өзінің қара басын қамын ойлап дір-дір етіп нетпей ме? Жоқ. Рухы биік. Поэтому мына қазақтарда патриот дегеніміз, ол мына рухы биік адам. Енді Абайдың айтып отырғаны негізгі концепциясының негізгі тірегі осындай балаларды біз тәрбиелеуіміз керек. Осындай балаларды біз дүниеге келтіруіміз керек. Осындай балаларға біз осыны айтып отыруымыз керек деген. Енді екінші тағы бір айтайын деген нәрсе, ең қызығы, өзі ғалым болғаннан кейін, мына Абайдың бірнеше сөздері осына ғылыми жұмысқа байланысты. Сендер бір оқыңдаршы. Мына ақырғы 30-шы сөздерінен бастап, сонда мына қара сөздерінде, мысалы, зерттегенде, талдағанда, мысалы, екі нәрсені бір-бірімен салыстырып отыру керек. Одан кейін салыстырғанда кез келген нәрсені салыстыруға болмайды. Олардың ортасында бір ортақ платформа, ортақ база болу керек. А это мы знаем, теория сравнения өзі солай ғой. Мысалы, егерде екі ұғымның арасында ортақ бір нәрсе болмаса, олар салыстыруға келмейді. Абайда соның бәрі бар. Әдістемесін көрсетіп. Да, ғылыми жұмыстың әдістемесі. Енді тағы бір айтайын дегенім. Бірінші класстан бастап оқыту керек, бірақ бұнда кәдімгідей дифференциация болу керек. Көріп отырсыңдар ма? Бірінші біз өлеңдерден бастаймыз. Өлеңдер оқысын. Бұл бәрі керек. Содан кейін қара сөзіне где-то мектептің орта класстарынан бастап, средний дейміз, сосын жоғары класстарға бастап, одан кейін университетте оқып жүргенде солай әкетесіңдер. Сонда мына бүкіл шығармасын кәдімгідей бірнеше сатыға, бірнеше топқа бөлулерің керек. Түсінікті ғой, е?